Сәлем құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге осындай 5 минутте дайын болатын тойбастардың тігілу жолын көрсететін боламын. Видеода менімен бірге болыңыздар. Тойбастарымызды тігіп бастау үшін бізге велюр матасы және осындай лента керек болады. Біздің матамыздың бойы 23 см, ал ені 30 см болады. Ең алдымен жоғар жағынан 4 см ішке қарай бүктеп тігіп алатын боламыз түзу тігіспен. Сосын оң жақ бетін бір-біріне қарастырып, мына лентамызды керегінше алып, мына жерге ішке қарат қойып тігетін боламыз. Қазір тігу барысында барлығын көрсететін боламын. Енді осыны ұзынына түзу тігіспен тігіп шығамыз. Енді оң жақ бетін бір-біріне қарап қоямыз. Лентамызды өлшеп аламыз. Өлшегенде керегінше аламыз ғой, қалағанша. Әркім. Біреуін ұзын, біреуін қысқа қыламыз. Ішіне салып, осы жерден тігетін боламыз. Осы жерге қойып, осылай тігіп шығамыз енді. Енді осы жеріні зигзагмен жүргізіп шығатын болам. Тойбастарымызды да тігіп болдық. Енді оңын аударатын боламыз. Біздің тойбастарымыз көп уақыт алмайды, 5 минутқа дайын болады. Қазір дайын болғандағы өлшеміні өлшеп көрсететін боламын. Ені 14, ұзындығы 18 см шықты бізде. Ал лентамызды бантик ретінде, бабочка ретінде байлап, осылай байлап қоятын боласыздар. Келесі екінші тойбастарымызды бұлай ойып жабыстырып та тігуге болады. Тойбастарымызды толтырған соң, аузын енді лентамен бантик қылып жасаймыз.